Көптен келетін сұрақтардың бірі адамның түріне қарап қандай аурумен ауырады деген белгілері бар ма деген сұрақтар көп туындайды ғой. Халықтың арасында тарап кеткен көздің астында ісігі болса бүйрегі ауырады, аяқ ісі жүрегі ауырады дегендей. Негізінде созылмалы өкпе ауруларының оларында белгісі бар. Мысалы, шиқылдап жүретін адамдардың саусақтарына қарасаңыздар, саусақтарында барабанның таяқшалары сияқты болды, тоқылдатып ұратын, және де сағаттың әйнегі сияқты домалақтанып үлкейіп кетеді. Ол әрқашанда оттегі жетіспейтін адамдарда болады. Ол өкпенің созылмалы ауруларында. Және де өкпесінің созылмалы бар ауру адамдардың әрқашанда беті ісіп, өйткені жүрекке зақымын тигізіп отқанда болады. Ал басқа аурулар кезінде, мысалы пневмония, тағы да басқа бронхит кезінде оның бет әлпетте көрінісі болмайды. Сол себептен жыл сайын өкпені профосмотрмен рентген жасап тұру керек. Өйткені өкпеде нерві жоқ.